Қыздар, бүгін мен жолдасыма қатты ренжіп қалдым. Обед болды, әлі тамағың дайын емес, не үй жиналмаған, не істейсің сен осы обед кезінде, маған ұрсып жатыр да. Мен айтам, көріп тұрсың ғой баламен үлгере алмай жатқанымды. Таңертең еще поликлиникаға барып келдім, сен мені түсінбейсің деп, кәдімгідей біраз отырып жылап алдым. Жаным, жыламаш деп далаға шығып кеткен. Бір уақыт осындай гүлмен келіп тұр ғой қыздар. Вообще не ожидала, негізі әшейінде праздник алып келген. Бүгін қандай праздник деп қоймаймын ғой. Жарайды, тамағыңды заказ бере салшы, тамақ заказ беріп ше саламыз деді. Онда мен Яндекстен антиси тамақ заказ бере салайын дедім. Осындай ташкентский плов тапсырыс берейік. Донер бургердан көрі кішкене пайдалырақ тамақ жейік, жанына бір лепешкасын қосып тапсырыс бердім. Бар жоғы 5297 теңге болды. Қыздар, менің осы промокодымды көрсеткен промокодпен 2,5 теңге минус скидка жасай аласыздар. Бірінші тапсырыс. Ішінде ассортимент өте көп, түрлі тамақтардың түрі бар. 10 минутта бізге осылай алып кеп берді. Бағасын көріп тұрғаныңыздай, негізгі бағасы 5148 теңге болған, ал мен скидкамен 2800 теңгеге алдым. Ыстық күйінде алып келді. Еті де молырақ екен, өздеріңіз көріп тұрғандай, жартысын жолдасымыз екеуміз ыстықтай жеп алайын дедік. Біразы балама қалды, тағы да бір порциясы кешкі тамаққа қалды ғой. Балам деген аппетитно жеп отыр. Қалай ойлайсыздар, бағасы тиімді ма? Жаза кетіңіздер. Ыстық лепешкамен жолдасымыз екеуміз әңгіме айтып отырып тамаққа тойып алдық. Қыздар, анда-санда өйстіп еркелеп жолдастарыңызға, өздеріңізге выходной жасап тұрыңыздар.